Боқтап сөйлеу қаншалықты күнә? Боғауыз сөз айту кез келген қоғамда әдептілік нормаларына теріс саналатыны сөзсіз. Көркем мінезді толықтыруды мақсат тұтатын дініміздің де мұндай сүйкімсіз нәрседен тыятыны анық. Имам Тирмизидің хадистер жинағында келтірілген риуаятта ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: Аллаға иман еткен кісі міншіл емес, қарғап сілеуші емес, жаман жүрісті емес, былапыт, балағат сөзді емес. Аталмыш хадисте өзін мүмін санайтын кісі ішкі жан дүниесіне жиі үңіліп, әлгіндей сүйкімсіз қылықтар байқалған жағдайда олардан тезірек арылу керектігіне ишара етілген. Тағы бір хадисінде былай дейді: қиямет күні кісінің таразыға ауыр басатын нәрсесі көркем әдебі. Сөзсіз Алла тағала боғауыз, былапыт сөз айтушы кісіге ашуы келеді. Осы хадистегі Алланың ашуы келеді деген сөз боғауыз айтудың күнә екендігін білдіреді. Имам Бұхаридің хадистер жинағында келтірілген басқа бір риуаятта әке-шешеден сыбаудың үлкен күнәлар қатарына кіретіндігі айтылған. Ол хадисте ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үлкен күнәлардың ішінде ең ауыры кісінің өз ата-анасына лағнет айтуы деді. Сонда одан бір кісі: қалай өз ата-анасына лағнет айту мүмкін, уа Расулалла, деп сұрайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: кісі біреуді әкесінен сыбайды, ол да оны жауап ретінде әке-шешесінен сыбайды. Осылайша біреу арқылы өз ата-анасын боқтаған болып отыр, деп жауап береді. Ендеше боғау сөз айту ең кемінде харамға жақын мәкрух болмақ. Мұсылман кісінің боғау сөзден бойларын аулақ ұстаулары тиіс. Тақырып пайдалы болса каналға жазылып қоңырау және лайк басуды ұмытпаңыздар.